Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл каналда дәмді әрі тез дайындалатын тағамдардың рецептері салынатын болады. Ұнаса лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Бүгін біз дұрыс тамақтану айдары бойынша, яғни правильное питаниеге жататын сұлы жармасынан дәмді печенье әзірлейміз. Овсяные печенье. Олай болса кеттік. Менімен бірге қайталап жасаңыздар. Алдымен пешті 180 градусқа қыздырып қоямыз. Сосын овсяные хлопьяны және орехты блендерде ұсатып аламыз. Сары майды ерітеміз. Бізге кез келген дүкенде сататын овсяные хлопья керек. Мен цардың хлопьясын пайдаланамын. Ыңғайлы ыдысқа 100 грамм сары майды және 100 грамм құмшекерді араластырамыз. Қыздар, бұл жерде правильное питание болғандықтан мүмкіндігінше 82% сары майды пайдалануға кеңес беремін. Шекер ергенше араластырып, 2 дана жұмыртқамызды қосамыз. Кейін үстіне 350 грамм ұнтатылған овсяные хлопьяны салып, араластырып, біркелкі қою масса жасаймыз. Дайын болған массадан шарик жасап, пергамент қағаздарына шариктерді қолымызбен басу арқылы дөңгелек етіп жаямыз. 180 градус температурада 20-25 минут пісіріп аламыз. Печеньеміз дайын болды. Дәмді әрі тез жасап көрулеріңізге болады. Видео ұнаса лайк басыңыздар, жазылыңыздар.